құрметтілерім, сколиозды кетіру үшін балалардың бүкірліктерін, бүйтіп балаларымыз сот ойнап, бүкірейіп кетеді, бастар салбырап кетеді. Соны кетіруге арналған жаттығуларды үйретті бізге. Бірінші жаттығуымыз ол біздің әрине отырып көрсетейін. Қолды бүйтіп көтереміз, құлақтың деңгейінде мұны жақындап және бүйтіп бұрамыз. Бұны негізі тұрып істетіп көрсетті бізге. Міне. Қолды көтереміз де, барынша бұрамыз. Мұна иықпен, мұна артымыздағы, міне. Осы жердің бәрі қисайған кезде түзейді бізді. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы. Келесі. Осы қолды көтеріп. 1, 2, 3, 4, 5. Балаға жасата бергір болсын. Және де екі қолды да көтеріп, екі омыртқасында да, жауырына да жабысып қойғанса бүйтіп. Өстіп қозғалғанын көрсетті сколиозын кетіруге. Және де балаға міндетті түрде жіпті ұстатып, осындай жіпті, осылай дене жаттығуын жасатамыз. Қолды қисайтпаймыз. Өстіп 20 мәрте, 30 мәрте жасатсаңыздар, бүкірлік міндетті түрде кетеді. Және де ең қиыны осы бүкірлікті кетіргенге бір жаттығу бар. Осылай отырасыздар, баламен бірге жасасаңыздар да болады. Мына иықты түсіреміз. Мына иықты түсіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осындай жаттығуларды біз қайталап жасауымыз керек. Баламызбен бірге сонда бүкірліктер кетеді. Келесі жаттығу, ол бізде, міне, осылай тұрамыз да, мына қолды ішке кіргіземіз де, осылай біз 5 секундтай тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына созылуды сезінесіздер. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Осылай әрбір қолға қайталап жасап жүрген кезде мына иығымыздың жауырыны ашылып бүкірлік кетеді. Сол кезде ғана біз толығымен бүйтіп ұстайтын боламыз екі қолымызды. Екі қолымызды ұстай отырып, мына саусақтарды біріктіріп, міне бұлай, бүйтіп біріктіріп, екі міне. Осылай ұстауымыз қажет. Әрине, балаларға ол оңай, өйткені олар денелер қатпаған. Біз үлкен кісілерге әрине жылдам жасай алмайды, бірақ бірте үйренесіздер. Ақырын жасап үйреніңіздер. Және де тағы бір қиын, бүкірлікті кетіргенге сколиозды түзейтін бір жаттығуды көрсетті индиялықтар. Ол деген ішпен жатып, қол аяқты созу, міне. Барынша бүйтіп жатасыздар да, созылып, қолды көтересіздер. Деп көтерген кезде, мына жоталарыңыздың ашылып, созылып атқан сезінесіздер. Оңай емес, бірақ күніне басында 5 мәрте, сосын 10 мәрте жасап жүрген дұрыс. Күнделікті дисциплинаны қалайтын бұл йога түрі, жаттығулары, асаналар денсаулыққа өте пайдалы. Үлкенге де, кішіге де пайдаларыңызға жарасын.